Каналыма қош келдіңіз. Тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Баршаңызға сәлем, сіздерге жұмсақ, дәмді синабонныйдың рецептін ұсынамын. Керекті заттар: сүтіміз жылы болу қажет, одан кейін құрғақ ашытқы, қант. Үшеуін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстін пищевой пленкамен орап, 10-15 минутқа жылы жерге қалдырамыз. Көтерілген ашытқымыздың үстінен ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқаны қосамыз. Сосын еліктен өткізілген ұнды қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Ұнымыздың барлығын бірден қосуға болмайды, себебі арасында түйіршіктер қалып қалуы мүмкін. Сондықтан бөліп қосамыз. Үстінен қопсытқышты салып, қасығымызбен жан-жағын барлығын араластырамыз. Енді қолымыздың көмегімен қамырды илейміз. Қамырымыз тым қатты, тым жұмсақ болмауы қажет. Жақсылап елеп алыңыздар, арасында ешқандай түйіршік қалмасын. Иленген қамырымызды жылы жерге 1 сағат, жарты сағатқа қойып қоямыз. Яғни жылы жерде тұру керек. Егер жылы жерде тұрмаса, қамырымыз дұрыс көтерілмей қалады. Ал дұрыс көтерілмеген қамырдан дұрыс синабонный шықпайды. Яғни жұмсақтығы өте маңызды. Енді ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасына мен қант пен какаоны қосып жатырмын. Негізгі рецептте корица қосылады, ал корица біздің отбасымызға ұнамайды. Сондықтан какао қосып жатырмын. Осылай араластырып дайындап аламыз. Енді көтерілген қамырымызды жаямыз. Дөңгелектеп аламыз. Үстінен астынан ұн себеміз. Жабысып қалмас үшін дөңгелектеп жақсылап жайып аламыз. Қамырымыз тым жұқа, тым қалың болмауы қажет. Ортасына ерітілген сары майды жағып шығамыз. Сары майымыз бөлме температурасында болса да болады. Жақсылап қасықтың көмегімен жағасыздар, я болмаса қолыңызбен щеткамен жақсаңыз да болады. Ортасына жаңа дайындап алған какао мен қантты сүйіп шығамыз. Мен қантты какаоны қасықпен сүйіп жатырмын видео үшін. Ал сіздер қолмен сепсеңіздер де болады. Қолмен негізі ыңғайлырақ. Сүйіп болғаннан кейін оны жақсылап тығыздап орау қажет. Пішіні де әдемі шығады. Ортасының барлығын, шетін барлығын жақсылап орайсыздар. Орап болғаннан кейін ең шетін бір-біріне жақсылап нығыздап жабасыздар. Егер дұрыстап жаппасаңыздар, сырты ашылып кетуі мүмкін. Одан кейін кесетін кесеміз. Пергамент қағазымды дайындап алдым табама. Мен жіппен кесемін, ал сіздерге қалай ыңғайлы солай кесе берсеңіздер болады. Пышақпен кессеңіздер де болады. Ал жіппен негізі кескен кезде бір тегіс шығады. Сондықтан жіппен кесетіндеріңіз үшін ыңғайлы. Мінекей дайын. Енді үстінен кремін дайындаймыз. Креміне негізі творожный сыр қосылады, ал мен магазиннен творожный сыр таппадым. Сондықтан орнына 20% қаймақ қосып жатырмын. Қаймақтың үстіне бөлме температурасындағы сары май және де сахарная пудраны қосып араластырамыз. Міне, синабонныйларымыз пісіп дайын болды. Енді кремдерді бетіне біртіндеп орналастырамыз. Вуаля! Ас болсын сіздерге. Назарларыңызға рахмет.